Математика пәні тақырыбы центнер. Бүгін сен заттардың салмағын қалай өлшеу керектігін үйренетін боласың. Суретке мұқият қара. Кәмпиттің салмағы қанша? Дұрыс, 1 килограмм. Қарбыздың салмағы қанша? Дұрыс, 6 килограмм. Ал салмағы үлкен заттарды қалай өлшейді? Үлкен заттардың салмағын өлшейтін өлшем бірлікті центнер дейді. Центнерді С әрпімен белгілейді. 2 қап бидайдың массасын өлшеп көрейікші. 1 қап бидайдың салмағы 50 килограмм. Екінші қаптың да салмағы 50 килограмм. 50 килограммға 50 килограммды қоссақ, 100 килограмм болады. 100 килограмм 1 центнерге тең. Масса бірліктерінің жазылуын есте сақта. Центнер С әрпімен белгіленеді, килограмм КГ әріптермен белгіленеді. Жаттап ал, 1 центнер 100 килограммға тең. Дәптермен жұмыс. Дәптерімізді ашып бүгінгі күнді жазамыз. Қазанның 20-сы үй жұмысы. Номер 4, 65-ші бет. Есепте. Номер 4-ші есептің бағалау критерийлері. Бірінші критерий қосындыға берілген өрнектің мәнін дұрыс табады. 2 балл. Азайтуға берілген өрнектің мәнін дұрыс табады. 2 балл. Масса бірліктерін жазады. Яғни оқушылар масса бірліктері дегеніміз центнер немесе килограмм екенін мәнін жазғанда ұмытпай жазып кетулерін керек. Номер 3, 65-ші бет. Сөз есеп. Сәбіз 100 килограмм, ал қияр 80 килограмм. Қияр сәбізден неше килограмм кем? Осы сызбаны басшылыққа алып, есептің шешуін және жауабын жаз.